Жіңішке ішек асқорыту жүйесінің ең ұзын бөлімі болып табылады. Ұзындығы 2-4 метрге жуық болып келеді. Жіңішке ішекті латынша intestinum tenue деп атаймыз, грекше энтерон. Сол энтерон деген атауына байланысты жіңішке ішектің шырышты қабатының қабынуын энтерит деп атаймыз. Жіңішке ішекте негізді астың қорытылу процестері аяқталып, қорытылған ас қалдықтары жіңішке ішектің шырышты қабатындағы орналасқан бүрлер арқылы қан мен лимфаға сіңіріледі. Бізде жіңішке ішек 3 бөлімнен тұрады. Ол 12 ішектен, кейбір әдебиеттерде немесе диалекттер бойынша ұлта бар деп атайды. Латынша атауы дуоденум. Онан кейін ащы ішектен иенум және мықын ішектен илиумнен тұрады екен. Енді 12 ішекті жақындатып планшеттен құрылысын көретін болсақ, бізде 12 ішек мынадай бөлімдерден тұрады екен. Ол жоғарғы бөлімнен, төмендеуші бөлігінен, көлденең бөлігінен және өрлеуші бөліктерінен тұрады. Жоғарғы бөлігін pars superior дейміз, төмендеуші бөлігін pars descendens дейміз, көлденең бөлігін pars horizontalis және өрлеуші бөлігін pars ascendens деп атаймыз. Бізде 12 елі ішек жай орналасады құрсақ қуысында бірінші және үшінші беломыртқалар деңгейінде өз пішіні таға тәрізденіп, медиалды қабырғасының тұсында ұйқы безінің басын қоршап жатады. Бұл түтікті мүше болғаннан кейін біздің 12 ішегіміз 3 қабаттан тұрады. Яғни бұл шырышты қабаттан, енді шырышты қабаттың өзінің негізі болады. Шыршасы негізі, одан кейін бұлшықетті қабаттан, оның сыртынан сірлі қабаттан және адвентициялық қабаттан қапталған. Бұның бір беті, яғни алды артқы беті құрсақ қуысының артқы қабырғасына адвентициялық қабатпен жабылып, бекініп орналасады, ал қалған 4 бөлігі бұл сірлі қабатпен қапталған, сосын 12 ішек мезоперитониалды орналасқан мүше болып табылады. Бұның шырышты қабатына келетін болсақ, цилиндрлі бір қабатты эпителийден түзіліп, дөңгелек қатпарлар түзеді, барлық жіңішке ішекке тән. Медиалды қабырғасында қарап тұратын болсақ, шырышты қабатының төмендеуші бөлігінің үлкен емізікшесін көреміз және кіші емізікшесін көреміз. Бұл емізікшелерге келіп, үлкен емізікшесіне өттің жалпы өзегіменен ұйқы безінің өзегі кесіліп қосылады. Ашылады екен 12 ішектің ішіне, кіші емізікшесіне келіп, ұйқы безінің кіші өзекшесі келіп ашылады екен. Сөйтіп өздерінің өлімдерін және сөлдерін бөледі екен. Келесі бұлшықетті қабатын қарайтын болсақ, бұның ішкісі әрқашанда дөңгелек орналасып, дөңгелен, яғни сақина тәрізді, сыртқысы әрқашанда бізде домалақ болып келеді екен. Ұзына бойлық болып келеді екен қателестім. Сыртынан жаңағы айтқандай 4 бетінен сірлі қабатпенен, артқы қабырғасы және бір бөлігінен адвентициялық қабатпен қапталған екен.